Үйге өткен сабақта не берілді, кім айтады? Айым. Үйге жазып беруге, иә? Олай болса, мәтіннің мазмұнын бойынша әңгімелейік. Оқиға қалай басталды? Ал Алина бастайды. Шілікті өзеннің арасында балалар ойнады. Сол шілікті өзеннің тереңі тізеден аспайды. Балалар сол өзеннен шықпайды. Бір күні Серік кеңес айтады. Жабайы аралардың ұясын бұзайық дейді. Оқиға қалай дамыды ары қарай? Ал Алина. 4-5 бала қатарласып тұрды. Содан соң олар аралардың ұясына су шашты. Аралар оларға келе жатты. Ал Серік таяқ жеді. Сол кезде балалар не істеді? Сол кезде балалар суға сүңгіді. Ал Серік деген сотқар баламыз не істеді? Серіктің тақырбас шашы суға батпай қалды. Сонда аралар оның басынан шаға бастады. Жарайды, ары қарай. Ал үнжу айта ғой. Аралар Серіктің тақырбасын шаға бастады. Серік не істеді содан кейін? екі қолын басынан ұрып алды. Аралар да екі қолын шаға бастады. Серік айғайға салып ауылға зытты. Әжесі Серіктің басына айран жақты. Сен де араларға тиіспесең, олар да саған тиіспер еді деді. Енді балалар, Серіктің іс-әрекеті дұрыс па? Жоқ. Емес екен, иә? Демек, араға тиіспесек, ара бізге де тиіспейді екен. Бірінші Серіктің өзі кінәлі болды, иә? Сол араға су шашып, демек аралар топтасып келіп, Серіктің басынан шақты әбден, иә? Жарайды, тамаша, жақсы. Ары қарай мен сендерге тағы да аралар туралы, аралардың тіршілігі туралы қызықты мәліметтер дайындап келіңдер деген. Солай ма? Олай болса, қазір мына аралардың артында суреттер жасырынған қызықты мәліметті айта отырып, біз суреттің артындағы жасырынған суреттің табатын боламыз. Ал, Айсұлтан, бірінші айта ғой. Жер бетінде араның 21 мың түрі бар. Демек, араның жер бетінде қанша түрі бар екен? 21 мың, тамаша. Басыр ғой. Ал Шахназар келе ғой. Бірінші айтамыз. Аралар жазда сен жақсы, қыста оңайсың. Тамаша. Демек, араның уы ем екен балалар, е? Балымен қоса араның уымен де емдеуге болады екен. Ал? Аралар билеу арқылы сөйлеседі. Демек, аралар билеу арқылы бір-бірін түсініп сөйлесе алады екен. Тамаша. Нұрәділ. Аралардың екі түрі бар. Үй арасы және жабайы ара. Иә, үй арасы болады екен. Және үйде өсірілетін аралар болады. Оны кімдер ұстайды екен? Омарташы кісілер бақылайды екен. Ал жабайы аралар ол табиғатта дұрыс, тамаша. Нұрсая. Аралар бір-бірін тани алады екен. Дәмелі. Ара қанша жыл өмір сүреді екен? Аралардың аналығы балалар 10 жыл өмір сүреді екен. Тамаша. Ал, айғылым. Аралардың 2000 түрінің 1000 түрінің аралары емшіл.
2000 түрінің 1000 түрі ғана ұйымшылдық топтасып жұмыс істейді екен. Ал балауса. Аналар 38-40 күн ғана өмір сүреді. Жарайды аға. Жаңа біз аналығын қанша жыл өмір сүреді дедік? Жаңа айтып 10 жыл дедік, иә? Аралар бір күнде 3-4 мың гүлге қонады. Тамаша. Бір күнде 3-4 мың гүлге ара қонады екен. Не деген еңбекқор жәндік екен, иә? Шығарам. Аралар өз үйін қорғайды. Өз үйін қорғайды, оны біз мәтіннен білеміз, иә? Серіктің мәтіннен. Інжу келе қолайды. Араның яршықтары алты пішіннен жасалады. Балалар, енді қарайықшы, не көрдік? Біз енді алдымызды болжап көрейікші. Біз естейміз, құстар туралы, құстардың тіршілігі туралы танысады екен бізде. Қандай құстарды білеміз? Балапан. Балапан құстарды ба? Құстар әлемімен танысады. Енді мен сендерге балалар қазір постерді берем. Сендердің топтарың жаңа қандай топ еді? Әупілдек тобы болатын. Әупілдек демек ол жабайы құс, жабайы құстар туралы постер қорғайсыңдар. Сендер шағалалар судың жағасында өмір сүретін, немесе суда өмір сүретін құстар туралы постер қорғайсыңдар. Одан кейін үйректер тобы қаяқты. Ой, мен шатасып кеттім, балалар алдағына да, ой, үй құстарына да жатады, солай ма? Емес, үй құстарын. Сендер үйректер тобысыңдар ғой, сондықтан үй құстарын. Берем сендерге. Әупілдек тобы, жабайы құстарды табамыз, артық суретті ішінен алып тастаймыз. Артық суретті алып тастаймыз. Ал қыран бүркіт таудың шыңын биік шыңдарымен қыран бүркіттерді жаздырамыз. Әтеш, қандай құс екен? Үй құсына жатады екен, келе ғой. Қазаға келдір екен, келесі. Мұстай екен. Ұстап тұрамыз. Кім бітті тағы? Келе ғой. Екеуін шығып, біреуін қайдырсын. Кім бітті? Келе ғой. Жабайы құстар екен. Алла қолыңда құсты неге сыпырмадың? Ол өйткені жабайы құстарға жатпайды. Бұл қандай құс? Үй құсы екен, иә? Әтеш үй құсы екен. Тамаша. Тақтаға кел жатырасылар. Тамаша, отыра қойыңдар. Жарайсыңдар. Балалар, алдыларыңда дұрыс деген карточка берілген қимағағызда. На топ дұрыс орындар ма? Жабайы құстар дұрыс орындар ма? Көрсетейікші кәлем. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс орындар, иә? Қаз, күрке, тауық деген құстар үй құстарына жатады екен. Артық суреттерді қарайсыз, ештеңе қоймайды. Келіңдер ал. Келіңдер. Мына құстардың бәрін сендер биік жаққа орналастырып тұрыңдар, иә? Бұл құстардың бәрі
орында тамаша жарайды. Енді балалар, біз сабағымызды өтпес бұрын жаңағы алдымызға мақсат қоямыз ғой, иә? Алдымызға мақсат қоямыз. Демек, біз мұғалімнің көмегімен қарапайым және нақтылау сұрақтарын қою және жауабын шығармадан табамыз. Кейіпкерлердің сыртқы келбетін сипаттау, мінез-құлқы іс әрекетін бағалаймыз. Мұғалімнің көмегімен үлгі бойынша шағын ережелер, жұмбақтар немесе дайын ұйқастарды құрастырып жазатын боламыз, иә? Санамақтар құрастыруға да болады екен. Қазір осыған қарай сендерге сондай тапсырмалар беріледі, балалар. Енді кітабымызға қарайықшы, міне. Қандай мәтін берілген? Құстар әлемі деген мәтін берілді. Демек, құстар әлемімен таныспас бұрын біз Нығметжан Қоңыржанұлы Әбен осы құстар әлемінің шығармасын жазған екен. Сол кісімен танысамыз. Нығметжан Қоңыржанұлы Әбен кеңестік экономика мен мемлекет және саяси қайраткері, жазушы. 1927 жылы Ермак қаласында дүниеге келген. Ермак дегеніміз балалар Ақсу қаласы деп айтылады, Павлодар облысында. 1942 жылда экономикалық, қоғамдық, саяси жұмыстарға араласқан екен. 1929-1946 жылдары Павлодар облыстық әлеуметтік қамсыздандыру қызметінде шопанның көмекшісі, малшы, есепші, сектор меңгерушісі, инженер болып жұмыс істеген екен. Павлодар облыстық ауыл шаруашылығы және колхоз құрылысы бөлімінің меңгерушісі, Ермаков аудандық партия комитетінің хатшысы, Қазақстан компартиясының орталық комитетінің нұсқаушы, сектор меңгерушісі болып көп жұмыстар атқарған екен. Сонымен қоса 2001 жылы дүниеден озған екен ол кісі. Балалар, енді қарайықшы, осы Нығметжан Қоңыржанұлы Әбен қандай жұмыстар атқарған? Көп жұмыстар атқарды. Демек, біздің осы айдағы құндылығымыз еңбек туралы болатын, балалар. Демек, біз мына жерден Нығметжан Қоңыржанұлы Әбен көп еңбектенгенге бақыт басын иеді деп осы аптаның дәйек сөзі болады. Неге көшеткіземіз? Яғни көп еңбектенген адамды біз еш уақытта ұмытпайды екенбіз. Еңбектен бұл кісі бақытын тапқан кісі екен. Сондықтан әрқашан еңбектеніп отыру керек екенбіз. Тамаша, жарайсыңдар. Енді қазір балалар, мен сендерге Нығметжан Әбен мәтінмен танысайық. Құстар туралы көп білуге құштар. Ол атасынан қанаттылар жайында жалықпай сұрады. Атасы 100-ден астам құстарды өз көзімен көрген. Алдымен Диасқа қыран бүркіт туралы әңгімеледі. Қыран бүркіт балапандары қанаттарының жанында тау басына итеріп жіберіп, қанаттары шаршаған кезінде артынан қуып жетіп, көтеріп көмектеседі екен. Қыран бүркіт 2 метр алыста тұрған тышқандарды көріп аулайды. Ол қасқыр мен түлкіге шүйіле түсіп, үріп көтереді. Күйген көлде әупілдек, жаңғылдаған шағала, барқылдаған үйректер мекендейді. Демек, енді біз мәтінмен танысамыз, иә? Сендер мәтінді тыңдадыңдар қазір. Енді қазір өзіміз де оқып танысамыз. Мына жерде мен қазір құстың ұясын берілген. Сол құстың ұясында артында мәтіндерді мен бөліктерге бөліп қойдым. Қазір осы бөліктер арқылы оқып шығамыз. Қазір бірінші кітапты 1-2 рет қайталап алайық. Содан кейін осы бөліктермен оқитын боламыз. Түсінікті ма? Кітабымызды алып оқып алайық, көз жүгіртіп алайық. Құстардың ұясында не болады деп ойлайсың? Жұмыртқа болады, иә? Сол жұмыртқада қазір бірінші кітабымызды оқып алайық. Кітапты оқып алайық, Анжу. Ал, бұл
бөлінген осы бөліктер арқылы қазір оқимыз дауыстарын. Бірінші, балалар бұл жұмыртқаны айналып оқып отырамыз ғой, сол кезде бір-бір сөйлемнен ғана оқимыз. Егер артылып жатса, қайтадан бір дауысымыз шығарамыз, қалғанымызда тыныш отырамыз. Қане? Жас құстар туралы көп ілуде құштар. Келесі адам. Менің қанаттылар туралы айтуымды жалықпай сұрайды. Тамаша. Жалықпай сұрайды. Туралы айту. Жалықпай сұрайды. Диашан мен 100-ден астам құстардың атын білемін. Құстардың атын білемін. Қайқа кетіп қалдың? Мына жерде. Жаныңдағы адамға оқып тұрғанды көрсетем. Бәрін көзіммен көргем. Даусымыз шығарамыз. Олардың бәрін көзіммен көргем дейді. Мына жерден бастайсың ғой. Саған солардың бір екеуін айтсам жете ме? Жете ме? Ары қарай нұрса, я? Алдымен қандай құстарды білесіз, соны айтыңызшы, Деді Диас. Дұрыс. Тамаша. Ары қарай. Асқар таудың шыңын мекендейтін қараң бүркіттер болады. Ары қарай. Бала панданың сол жерде өсіреді. Даусымыз шығарып оқиық. Өйткені қонақтар естіп ғой даусымызды. Бәріміз оқимыз. Балапаны қанаттанған шақта сонау шың басынан төменге итеріп жібереді. Ағай. Әмина, көрсетіп жат тәжірибе. Итеріп жібереді. Ұшып бара жатқан балапанның шаршағанын көрсе, арт жағынан қуып жетеді. Бауырынан көтеріп көмектеседі. Бірақ дәмеліге жетіңкіремей қалды, иә? Жарайды, ары қарай. Жеттегі тышқандарды көреді. 2000 метр жерден тышқандар көп көреді. Оғанап деп таңданды Диас, ал олар балапандарын қалай асырайды? Олар қалай асырайды? Көрсетіп жүрмеңдер. Асырайды. Бұдан бүркіттің құршағы екі аяғында түлкі иек астыңғы аспаннан шүйіліп түседі. Аңдырып көтереді. Балапандарын апарып береді. Аңдырып алып, естейді екен? Балапандарына апарып береді. Айтып бастайын. Көргенде қандай қос көрдіңізде? Көргенде қандай бол қос? Бір сөйлемнен оқимыз, сәтсіз. Көргенде қандай бол қос? Болды. Келесі бір сөйлемнен оқимыз. Түйген көлде көп кездеседі. Түйген көлде көп кездеседі екен. Ондай құстар, иә? Дауысын шығарамыз. Таңсәріде және кешкілікте көл маңында шағылдайды. Шағалалар көл маңында кешкілікте шағылдайды екен, иә? Барқылдаған үйректердің дауысы естіледі. Барқылдаған үйректердің дауысы естіледі. Көзім көрмей қалмады. Шашы дауыстайды. Дауыс шығарады. Ауыр жүкті көтере алмай жатқандай немесе шығарады. Ауыр жүкті көтере алмай жатқандай немесе көлді сол бір ақ жұтамын дегендей әуреге түсті ме деп ойлайсың. Енді балалар, жаңа мәтінді
бұл жерде бөлге бөліп оқыған кезде бәрін оқып шықтық. Енді мәтінде қандай кейіпкерлер бар? Атасы бар, немересі бар. Немересінің аты? Диас екен. Демек, ата мен немересін рөлге бөліп оқиды. Так, Айсұлтан шыға қояйық. Медицин. Бері қарай тым қойшы, біреуің. Айсұлтан, сен кім боласың? Атасы боласың ба? Мына кел. Сен немересісің, мына жатасың. Даусымыз шығарамыз. Құстар туралы көп білуге құштар, мен қанаттылар туралы айтуымды жалықпай сұрайды. Диаса, мен асықпаймыз, сырылдамаймыз. Атын білемін. Олардың бәрін көзіммен көрген. Саған солардың бірегеуін айтсам еме. Алдымен қандай құстарды білеміз, соны айтыңызшы. Асқар таудың шыңын мекендейтін қыран бүркіт болады. Балапандарын сол жерде өсіреді. Балапаны қанат қанған шақта сонау шың басынан төменге итеріп жібереді. Ұшып бара жатқан балапанның шаршағанын көрсе арт жағынан қуып жетеді. Бауырынан көтеріп көмектеседі. Қыран бүркіт 2000 метр биіктен жердегі тышқанды көреді. Ал олар балапандарын қалай асырайды? Қыран бүркіттің күш қуаты екі аяғында, түлкіге қасқырға аспаннан түйіліп түседі. Аңды бүріп көтереді, балапандарына бапар береді. Әупілдек қандай құс көрдіңіз бе? Көргенде қандай? Бұл құс күйген көлде көп кездеседі. Таң сәріде және кешкілікте көл маңында шағалар шаңқылдайды. Барқылдаған үйректердің дауысы естіледі. Әупілдек әуп-әуп деген дауыс шығарады. Ауыр жүкті көтере алмай жатқандай, немесе көлдің суын бір ақ жатамын дегенде әуеге түсті ме деп ойлайсың. Балалар қалай оқыды? Дұрыс дейік. Тамаша. Енді балалар, мен мына жерге аудио жазып едім. Бұл жерде компьютер оқымай жатыр. Сондықтан мен сендерге сұрақ қояр, сендер қол көтеріп жауап бересіңдер. Түсінікті ме? Қыран бүркіттер қай жерді мекендейді? Қол көтеріп айтамыз. Тауларда. Таулы жерлерде, биік шыңдарда екен, е? Дұрыс. Диас атасынан нелер туралы айтуды өтінді? Айтамын. Құстар туралы. Толық жауап берейік та. Қыран бүркіт неше метр биіктен тышқандарды көре алады? Рамазан үндемей отқан балалардың сөйлері. 2000 метр жерде төбеден қарап жердегі тышқандарды көріп қояды екен. Күйген көлде кездесетін құстардың аттары қандай? Дәмел айта қойшы, жаңа сен мәтін оқи алмай қалдың. Күйген көлде жаңа қандай құстар кездесті? Ал кеткен. Әупілдек. Және тағы қандай құс кездесті? Үйрек емес. Үйректер барқылдайды, дұрыс. Тағы да қандай құс кездесті? Жоқ, шағала айы ғой мәтінде. Шағала кездесті. Дұрыс. Енді шағала қай уақытта шаңқылдайды? Ал Алиша айта ғой. Толық жауап береміз. Қандай құс шаңқылдайды? Қандай құс шаңқылдайды? Өзің айтып тұрсың. Шағала шаңқылдайды екен, е? Дұрыс. Әупілдек қандай дауыс шығарады? Жанел. Қандай дауыс шығарады әупілдек? Әуп деген дауыс шығарады, бір затты көтере алмай жатқанда, е? Біз бір затты көтереміз, әуп деп көтереміз ғой, сол сияқты, е? Дұрыс. Қыран бүркіт балапанын қай жерде өсіреді? Нұрислам айтшы сен. Биік шыңдарға ұя салады екен, е? Дұрыс, тамаша. Енді бәріміз кешегі басқа музыка
бағала дейді. Бір қыран бүркіттің балапанын тәрбиелеуі туралы пікірімізді жазамыз. Сендерге қыран бүркіттің қай қыры ұнады? Оны мына жерге жазайын. Жұптасып отырып жазамыз. Сен екеуің ал, сен екеуің ал. Жұптасып орындаған балалар мына жерге оң қанатына бір қол қояды деген дұрыс орындады. Енді жеке жұмыс бар. Қайсы мына жерде өлең шумақтары берілген балалар, сол өлең шумақтарын сәйкестендіреміз. Дұрыс сәйкестендірсек 4 балалар жерде сөздер берілген. Сол сөздерді мына өлеңдерге ұйқастырып, ұйқасын тауып жазамыз. Мына қызылдарына мына жерге жазамыз. Түсінікті ма? Оқиғын, дасын шығарып. Жоқ құстары көкіректе шашап бізге жеткенде, құштар жая қарсы алсақ, ұя жасап қарсы алды. Әңгімеден өзің қандай жаңа ақпарат алдың? Мысалы, ауызбен айта берейікші, жазып оқығанға сендер уақыттарында алатын сияқты. Қандай ақпарат алдың әңгімеден? Құстың әу-әуіп деген дауыстайтынын білдіңіз. Биік шыңнан итеретін білдім. Тағы. 2000 метрден ұшқанды көздің құралығын білдім. Қыран бүркіт балапанын ұшуға үйреткенін білдім. Тамаша. Амина, сен сөйлешші. Дұрыс отырамыз балалар. Аяғында екенін білдім. Тамаша. Шахназа, сен қандай қызықтар қарат алдың? Қандай қызықтар қарат алдың? Сендерде балалар, мына жерде сендерге сабақ түсінікті болса, мына жерде ағаштарды биік ағашқа, барлығын түсінсеңдер, биік ағашқа құстарды жапсырасыңдар. Жөнді сабақ түсінбесеңдер, екіншіге мүлдем түсінбесеңдер, мынаған жапсырамыз. Түсінікті ма? Сабақ түсінікті болды ма? Неге? Үлкен ағашқа жапсырамыз.